Сәлем достар, сіздермен астрономия және технология каналы. Және достар, бүгін біз екі тақырыпты талқылайтын боламыз. Бірінші тақырыбымыз шоу жұлдыздар, екінші тақырыбымыз жұлдызнама астеризмдер мен шоу жұлдыздары жайлы болады. Жалпы шоу жұлдыздар аспанда бірден танылатын жұлдыздардың тобы. Шоу жұлдыз өз аспандағы қандай да бір жұлдыздар тобы орналасқан аймақта да білдіруі мүмкін. Қазіргі уақытта 88 жұлдызды белгілі, алайда олардың барлығы жыл бойы көріне бермейді. Кейбірі шоу жұлдыздар жазда көрінсе, кейбірі тек қыста көрінеді. 88 жұлдызы бізге белгілі 88 жұлдыздарының жартысынан көбіне ежелгі гректердің аты қойылған белгілі. Шоу жұлдыздар туралы ең ерте жазбалардың бірі атақты грек астрономы Альмагес еңбегінің 7 және 8 кітаптарынан табылған. Қалған 40 шоу жұлдызының атауын кейінгі ғасырда әртүрлі астрономдар ойлап тапты. Шоу жұлдыздың атаулары қалай қойылды? Шоу жұлдыздың атауларын адамзат өте ертеде ойлап тапқан. Ежелгі заман күнтізбе немесе сағат білу үшін немесе саяхатқа шыққанда жолдарын табу үшін аспан шырақтарының көмегімен жүгінген. Олар аспанның әртүрлі аймақтарынан кішкене жұлдыздардың тұратын топтары оларға ат қоя бастады. Осы жұлдыз топтары уақыт өте келе шоу жұлдыздар деген атқа ие болды. Шоу жұлдыз атаулары гректер, римдіктер және ерте замандағы елдердің көбі шоу жұлдыздарға, аңыздарға, кездесетін жануарлардың және мифтік тұлғалардың аттарын берген. Мысалы, Шаян шоу жұлдызына атау Фаэтон туралы аңызда кездеседі. Андромеда, Кассиопея, Орион және Персей грек аңыздарының кейіпкерлерінің атымен аталған, ал кейбір шоу жұлдызға сол кейіпкерлерге қатысты заттардың аты берілген. Олардың қатарына Лира, Таразы, Вероника, Бұрымы секілді шоу жұлдыздарды айтуға болады. Гидра, теңіз жыланы. Гидра шоу жұлдыздарының арасындағы ең ұзын әрі ең үлкен аймақты алып жатқан шоу жұлдыз. Гидра ең ежелгі шоу жұлдыздардың бірі. Ол грек мифологиясындағы қорқынышты көк басты жыланның атымен аталған. Орион мерген. Орион аспандағы ең танымал шоу жұлдыздардың бірі. Жолына жақын орналасқан бұл шоу жұлдыздың өзінің мергендік өнері мақтанғаны үшін аспанға қуылған. Гректердің Орион есімді мергеннің құрметіне аталған. Ал бұл оңтүстік крест шоу жұлдызының XFC-нан көрінуі. Оңтүстік крест 88 жұлдызының ішіндегі ең кішісі. Бұл крест пішініндегі әлем шоу жұлдыздың оның оңтүстік крест деп аталу себебі бұның біздің дәуірімізден бері оңтүстік жарты шар көрінуі мүмкін. Көктем мерзімінде бұл шоу жұлдыздың солтүстік жарты шарды әрбір түн сайын бірнеше сағат көрінеді. Бұл бейне Орион шоу жұлдызы. Бүгін біз шоу жұлдыздардың бірінші тақырыбын аяқтадық және бірінші тақырыбымыздың ішінде шоу жұлдыздар атаулары қалай қойылған және Гидра теңіз жыланы, шоу жұлдыздар атауы, оңтүстік крест, Орион мерген жайлы танысып өттік достар. Енді біз екінші тақырыпқа көшетін болсақ, екінші тақырыбымыздың атауы жұлдызнама астеризмдер мен шоу жұлдыздары жайлы болады. Астеризм шоу жұлдыздарының ішіндегі тез танымал кішкене топтар. Ең танымалы үлкен аю. Шоу жұлдызындағы үлкен аю ожау не жеті қарақшы астеризмі. Астеризмдер шынайы жұлдыз шоғырлары емес, олар тек көзбен танылатын жұлдыздар. Жеті қарақшы немесе үлкен ожау. Жалпы жеті қарақшы, үлкен ожау, үлкен аю шоу жұлдызындағы ең жарық жеті жұлдыз тобы. Жеті жұлдыздың төртеуі ожау басына, қалған үшеуі сабыны елестетеді. Бұл бейне түнде көрінген жеті қарақшы, үлкен ожаудың бейнесі. Шәугім астеризмі мерген шоу жұлдызында орналасқан. Ол шоу жұлдыздың ең жарық жұлдыздарынан құралған. Картада солдан оңға қарай мына символдар және мергендері белгіленген. Жаз үшбұрышы, бүркіт, аққу және Лира шоу жұлдыздарына сәйкесінше орналасқан. Ең жарық Альтира, Денеп және Вега жұлдыздарынан құралған. Астеризм, киім ілгіш астеризмін Коллиндер 399 деп те атайды. Пегас алаңы, Пегас шоу жұлдыздарының үлкен астеризмі. Пегас Птоломей атаған 48 жұлдызының бірі. Ол қанатты атқа ұқсайды. Пегас алаңы аттың денесіндегі 4 жұлдыздардан тұрады.
астеризмдегі жұлдыздардың бірі Андромеда шоқжұлдызында орналасқан. Кассиопея астеризмдері. Кассиопея екі астеризмнен, яғни W 3 жолбасшыдан тұрады. W астеризмі WM немесе орындықтағы елестетеді. Ол Кассиопеяның мына символдары және жұлдыздарынан құралған. Ал 3 жолбасшы астеризмнің тек бір ғана жұлдызы Кассиопея жатады. Ал қалған екеуі Андромеда мен Пегаста орналасқан. Жұлдызнама шоқжұлдыздары. Жер күнді айналғанда күн жыл сайын оны екі шоқжұлдыз сақинасы бойынша өтеді. Осы шоқжұлдыздар сақинасы зодиак деп аталады. Зодиактың шоқжұлдыздарына бізден бұрынғы ғасырдан 2 ғасырда ат берген. Және бұл жұлдызнамадағы 12 шоқжұлдыздың түрлері. Бұл бейнелер жұлдызнамадағы 12 шоқжұлдыздың бейнелері. Бүгін біз жалпы екі тақырыппен ақпарат алмастық. Бірінші тақырыбымыз шоқжұлдыздар жайлы болды, ал екінші тақырыбымыз жұлдызнама астеризмдері мен шоқжұлдыздар жайлы. Және осы шоқжұлдыздардың ішіндегі ақпараттар өте қызықты болды деген ойдамын. Егер түсінгендеріңіз болса, пікір қалдырып кетсеңіздер болады достар.